Ya bugün mamasının көңіл kүйі жоқ почему-то. Ama bizge sağlığının көңіл жоқ. Iya, себебі менің балдарым менің айтқаным тыңдамайды. Тыңдаса неға онда жазуларын жазбайды. Ол өзі бір нәрсе ұмытқан Ана бірінші ұмытқан өзі созырам. Дәу болатын адам жазу керек. Жазу жазамаса оқи алмайды деген сөз. Сіз не айтасыз? Не айтып қосарыңыз бар? Ештеңе айтып қоспайсыз ба? Почеркіңіз жөн дейсіз ба? Қатесіз жазуға тырысасыз ба? Тоғызбайдың ішіндегі дегесі бар біліңіз. Ой, тоқта, камерам, міне. Ойбай, нашествие на камеру. Сәлем достар. Біздің камерамыз алып қоймақшы. Бізде бүгін бірінші қар. Бүгін ноябрьдің қаншасы? 17-сі ма? Биылдыққа Шымкентте бірінші қар жауып жатыр. Сол үшін подарка береді бізге. Кім береді саған подарканы? Аяз ата. Борап жатыр. Аяз ата бізге. Папасы босамай жатыр. И сразу бүйтіп қапты. Қазір салат істеп жатырмын. Көптен бері қызылша жегім келіп жүрген сол алма бар. Алмамен қосып істесем татты болады деп алма араластырайын дедім. Дәмін кіргізеді оның үстіне. Бірақ биылдыққа неге екенін білмеймін, жаңғақ алмаппын бар ғой. Жаңғақ жылда негізі алатынбыз. Бір қап болмаса да жарты қап, 5-10 килодай. Ал биылдыққа білмеймін. Есімге түспепті бар. Алмақақ алдық, алма алдық. Негізі жаңа қысты күн жеген келеді, анда-санда аңсап жегенге. Көбіктерін бұның дәу-дәу қыламда, қызылшаның средний дәу емес. Алманыңын арасына майдалап, қосып жеген келеді. Қазір балдар ойнап жатыр. Арасында көңілдері келсе сабақтарын істеп қалып жатыр. Жерге отырып тұрайым, себебі столдың үстінде. Мен негізі тұрып көп тірлік істей алмаймын бар ғой. Білмеймін. Әдет па, қызы күнімнен қалған вообще тұрып тірлік істеу. Для меня особенно өстіп турау деген сияқтышы. Для меня проблема. Балдарға рогалик істеп берейінші деп едім, арасына шоколад қосып, қазір магазинге барып шоколад алып келсем. Қабығын ашмай қойын. Витаминдер қабығында. Сол енді жаңғақ сұрау керек болып отыр. Мен жаңғақ табатын бар ма, қалды ма? Өткенде жұмыс істеп жүрген кезде оны ойлауға шама болмаған негізі. Иә, көбісі декретке шықтым десін, декретті жалғастырдым деп не отсам. Ұйықтап жатсың ба, тағы көтердің ба деп отыр. Жоқ, ұйықтап емеспін.
туатын ойым бар, бірақ әзірше сәл демалғым келеді. Нарикош өсе берсін, Құдай қаласа. Оның үстіне негізінде главный себеп сол балдардың басқа мектепке ауысқаны болу себеп оларды алыс мектеп бізден. Ау жан. Ау? Не? Қазір не жейміз? Қандай әдемі салатик болады. Балам, қолың бұлғайсың тиме. Қолың қай болады. Ау. Қазір декреттем, сол үшін ютубты түсіре берейін. Тағы өзімнің бұрынғыдай бизнесіммен айналыссам ба деймін, бұрынғыдай дегенде. Бұрында детский киім сатқам, косметика сатқам. Сондай сатқан жаман жақсы көремін. Маған әрі сатқанда еңбек. Бала. Мына біздің главный быжық. Кап-тяп-тя. Мына шалат де. Кап-тяп-тя. Шалат істеп отырмыз. Ал, жи алма, алып жи. Жи ғой балам. Сондай сатқан. Негізі әйел адам сондай бір бәлемен айналысып жүрсе, сәл ойы бөлінеді. Қолында онша-мұнша ақшасы жүреді. Сол дұрыс деп ойлаймын. Соған тағы ойланып жүрмін. Постельный белье сатайын ба? Әні қолың қаш. Көрме қолыңа тиіп кетті. Әлде тағы да косметика сатайын ба? Бірақ балалар киімін сатқым келіп тұрған жоқ. Почему-то бұл жолы. А постельное белье сатқым келеді. Алманы қайсы саламыз? Ау? Тимеші бұтам. Тістеп тастамаса берге. Бар ойнаш, ағалар не істеп жатыр? Бум-бум айдаңдар бар. Бум-бумның қаны? Мама. Не? Шекен қып-қыз болып тұрған, қызылша болып тұрған. Сағат 9 болды. Наконец-то бізге свет келді. Интернет светсіз бүгін бір күн отырдық. Балалар ютубтарын қосып алды. Маған 9 емес, бір 10-12 болған сияқты. Реально кеш өтпей кетті қараңғы болғаннан кейін. Аяға барып отыр. Видеоны түсіріп алайын, сен мотивін көре бер. Обычный вечер болды. Сурет салдық. Қараңғылап посуда жуып алдық. Кейін сурет салсын, сурет салғызып қойдық. Өзім де сурет салып кеттім. Это успокаивает реально сурет. Раскраска болсаңызда раскраска келгенде жақсы. Мен бүгінгі күніміз тамам. Шүкір Құдайдың көрсеткен әрбір күні шүкір. Жылы келіп отырмыз. Я? Косян вообще қиналып кетті. Я? Наркось? Нартатусь? Привет, деші? Қазір видео монтаждап, ютубқа салып, жатып ұйықтаймын. Өзім не қалды. Өзім өте шаршап жүр. Екі жұмыстар. Осыны ол кісіні түсінуге болады. Барлықтарыңыз аман, саулық тілеймін.